Бұйырса мынау бұқа сойғалы келдік Қаратал ауылына, мынаны сой дейді. Соятын ыңғайлы жер таппай жатырмыз, іліп соятын. Іліп табылса алып шығып. Мынандай бір қара бар екен. Осындай гене бөлік екен. Жақтағылар кішкентай. Астаудың ішіне де осындай кішкентай бөлген. Аралығы кең екен енді. Өзгешелігі осы екен. Мынандай бөліп қойған. Жақта бос бұзғылар бар. Заманауи технология. Рахат екен. Bismillah. Taylar satılıp ketdi. Sıyırlar 650 мың, ana buzov. Ana buzov, 3 buzov 450. Mune qunajın var. 500 deydi bu. Buna ne oldu? Bazar deymiz mi? Avuldan gelетін sıyır men buzov bolgan. Ertek gelетін шығар. Sonu kütüp bazar aynalıp жүрміз енді. Bazar şükür жаман емес. Anau deymiz. Aynalıp кетпіздің Алатау қатшыстыға жетпейді. Алатаудың бұзау. Қарашы мойын желкен. Алатаудың бұзаулары. 1,5 жасарлар дейбін. Аң үстек қоямыз. Ақбас дейміз. Соғысыған жетер жоқ. Жоғы братан бұзаулар. Таза бұзаулар. Қатшыс. Міне жаңағы мен қысыққан. Мындай айвандар кетті. Өгіз ғой дейм. Өгізбен тіл сирар. Дәулер өгіз сир. Бұқа емес қыстаған. Пішілген өгізбен бұқа сирлар ғой дейм. Айван екен. Мынау өгіз болу керек. Өгізсің ба, бұқасың ба? Бұқа екен. Қой аралас тоқты. Мынау тоқты. Анау бүршілер тоқты. Анау мәшінедегілердің бәрі тоқты ұрғашы қой анау. Мал аз, машина адам аз, енді кеп жатыр. Осыпта негізі аз болатын сияқты ғой. Берей міне, ішінде 1,5 жасар бар екен осы. Қалғаның бәрі 1,5. Мынау. Осыларды 570-тен деп тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бас екен. Күткен сиырым келді. Сиыр ауылдан алып қойып ем, сол келген өтпей жатыр ғой. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бұйырса базарға барып келдік. Ауылдан алған бір сиырды саттық. 5 тонна жем әкелдік. Үшін тазалап сыпырып қойдық. Тышқан аралаған, тышқанның боғы бар жемді бұлай шығарып жатыр енді. Біреулер айтады сірәпшілдік деп. Бірақ енді тышқанның боғын мал жеп қойса ауырама деп қорықтық. Бұны енді қарға-парға сауысқан жеп кетер. Так, бұлайынан малдарды көрсетейін. Көріне ма? Кешкі асын жеп алды. Жем түсіреміз қазір. Кешкі ас. 5 тонна жем келе жатыр. Күтіп аламыз әзір бұйырса. Жекитжандар. Мүшік 5 тонна камбик көрім. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, дей ма? Қысқа яғни 24 сағат ішінде біраз түрлі көтеріп ұстауға болады. Базарға барып тастайсың, сиырың болса сатып тастайсың, қайтарда жем алып келесің, әкелесің, жиіп тастайсың.
Болады міне біраз шаруа. Бір бұқан сойып тастайсың әуелі, те? Бір күнде біраз шаруа бітіріп тастайсың ғой. Сосын кейде такси шықпай қалады. Енді таксиге мынандай киіммен отырған құяласың да, пакетіңді ұстап ап, Қытайдан бір пакетпен келген дейсің де, үйге қарай пересің ғой.